Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Менің атым Ақбөпе. Бүгін менің тіршілігім огурцы жабамын. Огурцы болғандарына 1 литрліктарға таза огурцы жабам, ал 2-3 литрлікқа ассорти болып жабам. Капуста, помидор, пияз, сәбіз. Егер қалып жатса, огурцы қосамын. Енді бізге керек заттар міне қара бұрыш, чеснок, уксус, қант, тұз. И мынау гвоздика қосып жіберем. Мен гвоздика міндетті емес, просто менде бар, соны қолданып жіберейін деп жатырмын. Әр банкаға 1 штуктан. Гвоздика деген мынандай. 1 штуктан қосамын. Ал енді лавровый лист мене еще. Лавр жапырағы бұл. Тыныш қызым. Енді ары қарай дайындаймыз. Енді мынау қара бұрыш, мынау лавр жапырағы, мынау укроп, вишняның жапырағы, хреннің жапырағы. Осыларды бір ыстық суға салып аламын. Ыстық су құйып қойып кішкене 5-10 минуттай тұрады. Минуттай тұрғаннан кейін суын төгіп тастаймын. Банканы осылай буда стерилизовать етем. Крышкам қайнап жатыр, 5-10 минут қайнатамыз. Суын қайнап шыққалы жатыр. Банканы жай ас содасымен жуамын. Ал достар, бисмилля деп бастайық. Бірінші укроп, хреннің жапырағы, 1-3 вишняның жапырағы, 1 лавр жапырағы, пияз салып жіберейік. Сосын чеснокты былай турап саламын. Дәмі шықсын деп. 5-6 қара бұрыш. Мынау гвоздикадан 1 штук қана саламын. Шетінен сала береміз. Мен банкаларымның көбісін осылай майда банкаға жауып жатырмын. Бір қонақ кеп қалса, сумкасына салып жіберуге, болмаса бір жаққа барып қалсақ та сумкамызға салып бара салғанға өте ыңғайлы да. Огурцылар кішкене ірілеу болып тұр. Папамыз әкелген ғой. Соны ортасы бос қалып тұр, бөліп саламын. Бос қалған жерлеріне осылай кесіп сала берем. Бетіне кішкене укроп, кішкене чеснок. Осылай енді қазір барлық банкаларымды толтырып шығамын. 1 литрліктерді салып болдым. Енді 3 литрлік, 2 литрліктерді толтырам. Бұларды ассорти қылып жасаймын. Бұғанда укроп, хреннің жапырағы, вишняның жапырағы, солай лавровый лист, чеснок, бұрыш, гвоздика, пияз, морковкасы, капусталарды сиятындай болып кесіп қойған. Солай
нығыздап сала береміз. Помидор мынандай сопақ помидор. Осылай толтырдым. Қазір бар банканы осылай толтырып шығамын. Мінекей достар, бәрін салып болдым. Енді қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Прям бетіне шейін құйып, крышкаларын қайтадан жауып қоямын. Осылай қазір бәріне құйып шығамын. Осылай ыстық суда 10 минут тұрады. Сосын оны алып төгіп тастаймыз. Қазір бәріне құйып шығамын. Мінекей құйып болдым суды. Мына қазір күн салқындап қалды. Соны кішкене үстін жауып қоям. Ыстық сыртқа шықпасын деп. Қазір 10 минут тұрады енді. Мінекей достар, бірінші суын құйып, оны төгіп тастадым, екінші рет құйып, тағы да жауып қойдым. Өйткені бір рет құйып төгіп тастап, екіншісінде уже жабам деп ойлағам. Жаңа бірінші құйған соң тез суып қалды. Сол себептен сенімсіздеу болдым да, екі рет құйып төгіп тастайын деп тұрмын. Екінші рет құйып төгіп жауып қойдым. Тағы 10 минут тұрады, сосын уже тұз қанттарын салып, енді үшіншісінде жабамыз. Мінекей екі рет су құйып төгіп тастадық. Енді қант, тұзын саламыз. Менде мынандай столовый ложка. 1 литрлікке бір ас қасық, аса толтырмай, бір қасық саламын. Ал 2 литрлікке 2 ас қасық саламын. Литрлікке 3 қасық. Литрынан байланысты былай. Аса қатты толтырмай. Ал қант шай қасықпен 1 қасық 1 литрге 2 литрлікқа 2 қасық. 3 литрлікқа 3 қасық. Ал уксусты қазір су құйғаннан кейін суымен бірге қосамын. Мінекей бәріне салып шықтым. Енді қайнаған таза ыстық су құямыз. Уксусты міне ыңғайлы етіп, құюға ыңғайлы қылып құйып алдым. Уксус 70% уксус, 1 шай қасық, 1 литрлікқа 1 шай қасық. Осылай енді жауып, уже жаба берем уже крышкасын. Суым қайнап тұрған шықты. Міне достар, банканы шетінен құйып, шетінен жаба беремін. Жаңа уксусымызды 1 литрлікқа 1 шай қасық, аса толтырмай, 2 литрлікқа 2 шай қасық, 3 литрлікқа 3 шай қасық уксус қостым.
Ал достар, міне огурцымды жауып біттім. Міне 1 литрлік огурцы, таза огурцының өзі 6 банка болды. Ал ассортим міне 1-3 литрлік, 2 литрлік и 1 литрлік банка болды. Міне ассортим мынандай болды. Қандай әдемі екен. Біздің оранжевый цветі әдемі цвет беріп тұр. Бұларды енді қазір ыңғайлы жерге қойып, бетін жауып, төңкеріп қоямын. Міне алдыңғы видеода мен компот жапқанмын. Міне компотымды көрсете салайын. Міне цветі персиковый бір әдемі цвет болып тұр. Мен су осылай көп болғанын жақсы көремін өзім. Қыс бойы балаларым ішіп шығады. Осындай әдемі цвет болды. Ал енді қазір осы компоттың орнына мына банкаларымды төңкеріп, бетін жылы одеялмен жауып, суығанша тұрады солай. Ал енді баршаңызға үлкен рахмет, достар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Мені қолдап, видеоларыма комментария жазып, лайк басып, қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Жақсылық болсын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.